Алланың көзі бар, қолы бар, күледі, Аллах тағаланың балтыры бар. Әруақтың өзі кеп еш нәрсені жарата алмайды. Ол жоқтан бар қыла алмайды. Құдай сақтасын, әлбетте аруақтың өзі ғана береді десе, ол не болады? Онда ширк болады. Ол ширк болады. Аруақ еш нәрсені бере алмайды. Сигнатын қазақ болайықшы дегені, кәпір болайықшы дегені, қазақ болайықшы дегені, кәпір болайықшы дегені, тозағы болайықшы айналайындар-ау, тозағы болайықшы деп шырылдап атқаны. Кешіріңіз, қателестіңіз. Қазақ еш уақытта әруаққа сыйынбаған, әруақтан сұрамаған, әруақ қолдасын демеген. Бауырлар, бұл ашық айтыламыз, бұл жол дұрыс жол емес. Әруақ деген рухтың көкше түрі. Біз қазақ халқы ешқашан әруаққа табынған халық емеспіз, табынбаймыз да. Әруақтар қолдасын дейді. Әруақтар қалай қолдайды ол? Өзі әруақ болса ол. Әруақ деген осы дүниеден өткен адам. Әруаққа болсын, табынуды, содан сұрауды, бұл таза барып тұрған анық ширк. Бірақ олардан бірдеңе сұрау үшін баруға шариғат қоспаған. Онда зираттарға барып, бірдеңе тілек тілеймін деп баратын болса, онда мүшрик болады. Жоқ, мома мұсылман, біз айтамыз, біз ата-баба аруақтарына сыйынбаймыз, бірақ біз оларды құрмет қыламыз, оларға көп дұғалар қыламыз. Біз оларға мұқтаж емеспіз, олар бізге мұқтаж. Олар біздің дұғаларымызға мұқтаж. Дұрыс, өлген адам сізбенен бізге құдай бола алмайды. Өлген адам сізбенен біздің жолымызды аша алмайды. Өлген адам сізбенен бізге ешқашан зиян да бере алмайды, пайда да бере алмайды. Біріншіден осы нәрсені ашып біліп алуымыз керек біз. Шариғатта бар нәрсе. Қолдау осы мәселесі, осыны біз тура түсініп алайық. Мына бізде шариғатта не деген бар? Тауассул деген бар, және истиғаса деген бар. Бұл тауассул да, истиғаса да сыйыну, табыну деген сөз емес, біліңіздер. Сыйыну, табыну кімге болады? Аллаху субхану ва тағала болады. Шариғатта не нәрсе бар болса, оны біз бар деп айтамыз. Не нәрсе жоқ десе, оны жоқ деп айтамыз. Үзілді кесілді айтқан кезде құрметті халайық тура түсініңіздер. Әруақтардан сұраңдар, солардан жәрдем сұраңдар деп айтып атқан жоқ. Ал бар нәрсені жоқ деу, жоқ нәрсені бар деу, ол дінге істеген не болады? Қиянат болып қалады. Тура түсініңіздер. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи баракат.